Сәлеметсіз бе, мен бүгін өзімнің кіші балам Абдурахманның развитиясы жайында айтқым келіп отыр, және бізде алоэ вера продукциясының фокус жайында. Мен балам туылғанда тяжелый болып туылған. Қазіргі уақытта ЗПР, ЗР, аутизм деген диагноз өте көп. Мен балам туылған кезде под вопросом аутизм деп берілген. Бізде қазір поликлиника бойынша ЗПР диагнозында тұрмыз. Мен балам өте басында суы болды туылған кезде. Ол суға байланысты, су өскен сайын баланың развитиясы төмендейді екен. Развитие балада мүлдем болмайды десе де болады. Біз 8 айынан бастап алоэны беріп бастадық. Генка плюс, ол қазіргі фокус. Біз одан кейін аллергиясы, шөпке аллергиясы қосып кетеді. Біз уақытша тоқтаттық та 1 жас 2 айында бердік. Бізде 1 жас 2 айында беріп бастадық. Менің балам жүрмейтін, вообще даже бірдеңкені сүйіп тұру, ұстап қалу дегенде мүлдем білмейтін. Біз қалай фокус іштік, 1,5 айда мен балам кәдімгідей жағалап жүріп, уже біз 4-ші күні балам өзі жүріп баратқан көріп, бізде қуаныш, өте қатты қуаныш болды. Біз содан кейін үзбей беріп келе жатырмыз. Біз фокусты бергенімізге 4 ай болған кезде біз ай сайын УЗИға түсіп тұрамыз. Сол кезде 4-ші айында УЗИға барған кезде баланың басында су жоқ. Уже баланың еңбегі қатайып кеткен. Уже су жоқ. Суы кетті. Одан бері міне уже қазір сентябрьде 4-ке толады. Өзінің қатарына қарағанда әлдеқайда уже дамып келе жатыр. Сөйлейді, сөздік қоры көбейді. Өзінің возрастынан бір жарты жылдай төмендеуміз әлі. Бірақ бар. Маған негізі 5 жасқа дейін бересің деген фокусты мен 7 жасқа дейін бере беремін. Баламның дамығаны, өзінің қатарындағы балаларға қосылғаны керек маған. Осындай балалар, мен ауыратын ата-аналар, мен олардың жағдайын өте жақсы түсінемін. Өйткені мен өзімнің балам ауыратын болғандықтан, мен олардың жағдайын өте жақсы түсінемін. Сіздерге айтатын советім, фокуста алып беріңіздер. Өйткені мен басқа да продукцияны беріп көргенмін. Мен осы фокустан результат көріп отырмын.